тақырыбы кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы. Біз өткен сабақта айттық, моноэтникалық деген ұғымға толық түсінік алдық. Содай ма, моноэтникалық, яғни бір ұлтты халық болды Қазақстанда тұрған. Одан кейін халықтар қоныстандырылып, Қазақстан халқының жаңағы этникалық құрамы өзгерді деп айттық. Яғни бірнеше халықтар қоныстандырылғаннан кейін Қазақстан қоғамында полиэтникалық қоғам қалыптасты, яғни көп ұлтты қоғам қалыптасты. Қазіргі күнде де Қазақстанда көп ұлтты қоғам қалыптасқан әлі күнге дейін, солай ма? Қазақстанда 130-дан аса ұлттардың өкілдері тұр. Сол әр ұлттың өкілдері әр түрлі тарихи кезеңде Қазақстанға қоныс аударылды. Солардың бірі бұл сол халықтардың жаңағы біздер айттық, әуелі орыстар, қазақтар әскери шептерде жұмыс жасаған, одан кейін татарлар, украиндықтар деп айттық, солай ма? Ұйғырлар, дүнгендер 19 ғасырда. Ал бүгінгі біздің қарастыратынымыз бұл 20 ғасырдағы, яғни кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық құрамның өзгеруі, яғни 20 ғасырдың басынан ортасына дейінгі кезеңде Қазақстанға аударылған, қоныс аударылған халықтар, яғни депортация деген ұғыммен таныс боламыз. Біздің оқу мақсатымыз, яғни Қазақстан этникалық құрамның өзгеру үрдісін түсіндіру үшін депортация, арнайы қоныс аударылғандар, полиэтникалық қоғам, ұлттық саясат, интернационализм ұғымдарын пайдаланамыз. Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттейміз. Кеңестік кезеңде Қазақстан этностарының өзара мәдени әсерлесу ерекшеліктерін түсіндіреміз. Қазақстанның этникалық құрамның өзгеру үрдісін түсіндіріп, халықтың этникалық құрамның өзгеру кезеңдерін, олардың өзара қарым-қатынасын зерттеу, яғни бұл жаңа сіздерге алдында айтып кеттім, әртүрлі тарихи кезеңде халықтар қоныстандырып тұр. 20 ғасырдың басында, мысалы, Сталиндік репрессиялардың кезінде көп халықтар Қазақстанға арнайы қоныс аударылды, яғни депортацияларды. Осы ұғымдарға түсінік бере кетсек, соғыс қарсаңындағы халықтар депортациясы. 20 ғасырдың 30-40 жылдары КСРО басшылығы жеке халықтарды республика аумағына депортациялауды, күштеп жер аударуды жүзеге асырды. 1936 жылы арнайы қоныс аударылғандар деп аталғандардың саны 360 мың адамға жетті. 1937 жылы қиыр шығыстан Корей халқы да жаппай күштеп қоныс аударылды. 1937-39 жылдары Кавказдан, шекара аймақтарында тұратын күрд, ирандықтар мен түріктер сенімсіз халықтар деген жаламен көшірілді. 1937 жылдың соңында Әзербайжан, Армения, КСР елдерінен мыңнан астам күрд, түрік отбасылары Қазақстанға әкелінді. 1938 жылдың қазан-қараша айларында Әзербайжаннан осы облыстарға Иранның 2000 отбасы қоныстанды. Оңтүстік облыстарды қосу нәтижесінде Қазақстан аумағы ұлғайды. Қазақ акстері одақтас республикалар арасында көлемі жағынан екінші орын алды. 1925 жылы сәуірде Орынбор губерниясы қазақ автономиясы құрамынан жүргізілді. Қазақстанның демографиялық көрсеткіші халық санағының қорытынды мәліметі бойынша 6,2 миллион адамды құрады. Полиэтникалық республикамызда 86 ұлт пен ұлттық топтар өмір сүрді. Қазақтардың халық құрамындағы үлесі 58,5%, орыстар 20,6%, украин 13,9%-ды құрады. Қазақтар негізінде Сырдария, Орал, Ақтөбе және Жетісу губернияларында шоғырланды. Қостанай округі, Ақмола губернияларында украиндардың үлкен топтары орналасты. Қатар басқа да мемлекеттерге қоныстанды. Өзбекстанға мысалға қанша адам келді?
яғни жобамен қанша адам келді, сол бойынша сандық мәліметтерді ғаламтордан аласыздар қосымша. Сосын Қазақстандағы жалпы демографиялық өзгерісті мына кестеде көрсетесіздер. Қане жұмыс жасауға кірісеміз. Кітап оқулықты ашамыз. Оқулығымызда мынандай термин сөздер бар. Депортация, арнайы қоныс аударылғандар, полиэтникалық қоғам, ұлттық саясат. Оқулыққа жұмыс жасаймыз. Қане осы 114-ші бетте осы термин сөздерді дәптерлерімізге жазып аламыз. Депортация дегеніміз бұл латын тілінен алғанда қуу деген мағынаны береді. 1920-1940 жылдарда жаппай қуғын-сүргін кезеңінде КСРО-ның бірқатар халықтарын тарихи мекендеген жерлерінен қуу деген мағынаны береді. Яғни депортация бұл ауыр қылмыстың қатарына жатады. Яғни кеңестік одақ кезінде кеңестік одақ қатарына құрамына көптеген мемлекеттер жатады, бірлестіктер, халықтар жатады. Соның ішінде өздерінің тарихи отандарынан қуғын-сүргінге ұшырап, басқа жерлерге қоныс аударылып, қуғын-сүргінге ұшырады. Осы депортация деген термин осындай мағынаны береді. Жазбамыз дәптерлерге. Этникалық және ұлттық топтардан, диаспоралардан құрылатын қоғам, тұратын қоғам. Яғни біздер айттық, бірнеше этностар тұрады деді. Қазақстанда қазіргі таңда полиэтникалық қоғам қалыптасқан деді. Солай ма? Екінші топқа берілетін тапсырма, яғни Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеруі кезеңдері бойынша сандық мәлімет анықтап талдаймыз. Мысалға 1917 жылы қазақтар, орыстар, украиндар этникалық құрамы қалай өзгерді Қазақстанда? 26 жылы қалай өзгерді? Себебі мына орыстар, украиндар деп тұрғаны, бұлар орыстар мен украиндар сонау 19 ғасырда қоныстандырылған болатын Қазақстанға. Солай ма? 19 ғасырдан бастап. Сондықтан осы халықтардың тізімі берілді. Осы екінші тапсырманы екінші топ. Соғыс қарсаңында Қазақстан неліктен депортацияланған халықты көшіретін аймақ ретінде таңдалды? Қазақ жерін игеруді кеңес үкіметі қалай жүзеге асырды? Кеңес үкіметі депортацияланған халық арқылы еңбек ресурстары проблемасын қалай шешті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Не себепті кеңес үкіметі Қазақстанға өзге ұлттарды қоныстандыра бастады? 1920-1930 жылдары КСРО-ның орталық аудандарынан Сібірге, Орта Азия мен Қазақстан аумағына әртүрлі топтар мен этнос өкілдері жаппай көшірілді. Оларға халық жаулары, жарымсыз элемент, сенімсіз халықтар, шпион секілді түрлі жалған айыптар тағылды. Күштеп жер аударудың алғашқы құрбандарының бірі қиыр шығыстағы кеңестік кәрістер болды. 1937 жылы Жапон барлау қызметімен байланысы бар деп айыпталған 95.903 Корей диаспорасы қиыр шығыстан Қазақстанға қоныстандырылды. 1940-1941 жылдары 200 мыңдай поляк Қазақстан аумағына орналастырылды. 1941 жылы 28 тамызда фашистермен байланысы бар деген айыппен 349.713 неміс, 1944 жылы ақпанда ингуштер мен шешендер, қарашада түрік мескетиндер Қазақстанға күштеп қоныс аударылды. 1944 жылы 20 ақпанда Кеңес одағының жоғарғы кеңесі президиумының қаулысына сәйкес Кеңес үкіметі шешен халқына қарсы Чечевица операциясын жүргізді. Соғыс қарсаңында Қазақстан неліктен депортацияланған халықты көшіретін аймақ ретінде таңдалды? 1930 жылдары қазақ халқы екінші рет аштыққа ұшырады. Оның себебі күштеп ұжымдастыру саясаты болатын. 30 жылдардың басында 2 миллионға жуық адам аштықтан қаза болып, қазақтар 10 жылдықтар аралығында 50%-ға дейін азайды.
Осыған байланысты кеңес үкіметі бос қалған жерлерге өзге аймақтардан келген халықты орналастыруды жоспарлады. Соғыс қарсаңында Қазақстанға 102 мың поляк депортацияланды. Автономиялы неміс облысы жойылып, әкімшілік тәртіпте Қазақстанға 360 мыңнан астам поволжье немістері көшірілді. Әскер қатарында жүрген немістерді кері қайтару туралы бұйрық шықты. Соғыс жылдарында қалмақтар, қарашайлар, ингуштер, шешендер, балкарлар, қырым татарлары, түрік мескетиндер де осындай тағдыр кешті. Қазақ жерлерін игеруді кеңес үкіметі қалай жүзеге асырды? Қазақстандағы бірінші депортацияланған толқын негізінен бай кулактар мен олардың отбасы болды. Аз халық аз орналасқан аймақтарды кеңестік әдіспен тез арада игеру қажеттігі туындады. Ол үшін арзан жұмыс күші қажет болды. Мұндай әдісті кейін Германия өз тәжірибесінде қолданды. Қазақстанға депортацияланып келген кеңес азаматтары аянбай еңбек етіп, болашақта өз отанына оралатындарына сенді. Олар естелік күнделіктерінде қазақтардың күштеп депортацияланып келген халықтарға аяушылық білдіріп, көмектескендері туралы жазады. Кеңес үкіметі депортацияланған халық арқылы еңбек ресурстары проблемасын қалай шешті? Еліміздің соғыс экономикасында республикадағы үлес салмағының күрт ұлғаюына байланысты еңбек ресурстарының проблемасын шешу қажет болды. Сондықтан 1941 жылы шілдеде тұтқындарды Қазақстаннан тыс жерге әкетуге тыйым салынды. Осы адамдар құрамының негізгі бөлігі республика ішінде салынып жатқан нысандарға пайдаланылды. Еңбек колонналары бірнеше түрге бөлінді. Бірінші, әскери комиссариаттар арқылы шақырылған қарапайым халықтан жасақталған отрядтар. Екінші, депортацияланған және басқа да сенімсіз адамдардан құрылған еңбек колонналары. Үшінші, республика ішінде маусымдық жұмыстарды орындау үшін белгілі бір мерзімге шақырылған еңбек армиялары тағы басқалар. Қорытындылай келе, кеңес үкіметі жүргізген депортация саясатының салдары ауыр болды. КСР ыдырағаннан кейін ғана депортацияланған ұлттар өз отанына оралуға мүмкіндік алды. Ал қуғын сүргінге ұшырап, күштеп қоныс аударылған кейбір халық өкілдері қазақ жерінде екінші отанын тапты. Қазіргі таңда көп ұлтты мемлекет болуымыздың бірден-бір себебі күштеп қоныстандыру саясатының нәтижесі. 20 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанның этникалық құрамы қалай және не себепті өзгерді? Сталинді депортациялау деп айтып кеткенімізде, егер жағымсыз элемент күдікті халық деген күмәнге ілінсе, сол халықтың адамдарын депортациялайды, яғни өзге елге қоныстандырады, және сол халықтарды Қазақстанға көшірді. Ең алғаш депортацияланған халық қиыр шығыстағы кәрістер. Әрі депортациялауға ұшыраған халықтарға кәрістерден бөлек түркілер, шешендер, дүнгендер, татар және украиндықтар мен поляк және немістер кіреді. Екінші сұрақ, кеңестік кезеңде Қазақстанның этностарының өзара қарым-қатынасы қалайша қалыптасты? Депортацияланған ұлт өкілдеріне өздерімен бірге сол кезде 200 килограммнан артық зат алынуы ескертілді. Өз жерінде қалған үй-жайын, мал-мүлкін жергілікті билік органдарына өткізіп, жаңа жерде сол үшін өтемақы алуға тиісті еді. Бірақ та іс жүзінде бұл жасалмағандықтан не қаржы, не тамақ жоқ кезде қазақтар оларға көмек көрсетті және достық бел танытты, және бұл жайында көптеген деректер бар. 20 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанның этникалық құрамы қалай не себепті өзгерді? 1937 жылы қиыр шығыстан Корей халқы жаппай күштеп қоныс аударылды. Түркия мен Иран шекараларында жақын орналасқан ұлттарға сенімсіздік күшейе түсті. 1937-1938 жылы Кавказдан шекара айналасында тұрған күрд, ирандықтар мен түріктер сенімсіз халықтар деген желеумен көшірілді. Қазақстанда 92 мың неміс ұлт өкілдері соғыс жылдары 462 мың неміс күштеп көшіруге жоспарланды. Екінші сұрақ, кеңестік кезінде Қазақстан этностарының өзара қарым-қатынасы қалайша қалыптасты? Достық қатынаста болды. Қоныс аударғандар қазақ тілін меңгерді, салт дәстүрмен танысты, тағам мәзірін, музыкасын меңгерді.
қуғын-сүргінге ұшыраған халық өкілдері қазақ жеріне екінші отан тапты. Сіздердің орындайтын тапсырмаларыңыз, яғни бірінші 20 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанның этникалық құрамы қалай не себепті өзгерді? Яғни мен сіздерге айтқан болатынмын, солай ма? Ең Сталиндік репрессиялау кезінде, репрессиялау және депортациялау кезеңінде негізгі 10 халық депортацияға ұшырады. Ол 10-дықтың ішінде ең бірінші Қазақстанға депортацияланған бұл кәріс халқы қиыр шығыстан, одан кейін түркмескеттендер, шешен ингуштар, қырым татарлары, тағы басқа халықтар деп айттым сіздерге. Енді келесі тапсырма екінші бұл кеңестік кезеңде Қазақстан этностарының өзара қарым-қатынасы қалайша қалыптасты деген тапсырма. Осы екі тапсырманы орындау үшін алдарыңыздағы дерек көздерін пайдаланасыздар және қосымша ғаламтордан деректер қарап осы екі тапсырманы қане орындап жібереміз. Диананың жаңағы дайындаған мынандай ақпаратымен аяқтайық. Қане барлығымыз зейін қойып. Кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы. Жоспарымыз 20 ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстан халқы. Қазақ 1937 және 1939 жылы халық санақтары бойынша Қазақстан халқының саны ұлттық құрамы келесідей болды. 1928 жылы байларды тәркілеу, саяси қуғын-сүргін, 30 жылдардағы жаппай етек алған ашаршылық қазақтардың халық санының өзгеруіне жеткізді. 1937 жылы халық санағы бойынша 5,1 миллион адам тіркелді. Оның ішінде қазақтар 42,6%, орыстар 37,4%, украиндар 10,7% адамды құрады. 1939 жылы қазақтар саны 2,3 миллион болды. Көрдіңіздер ме? Азайған қазақ халқының саны. Қазақстанда этностардың жаңа көрсеткіші қалыптасты. Ұлттық құрамындағы қазақтардың үлесі 37,8%-ға азайды. Ал жалпы халықтық үлесті 40%-ын орыстар құрады. Халықтық үлестің 40%-ын орыстар құрады. Неліктен қазақтардың саны азайды? Себебі бұл жылдары не болды? 20 ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстан халқы. 1917 жылы халық санағы жүргізілді. Санақ бойынша өлке халқының саны 6 миллион адамнан асты. 1920 жылы тамызда Қазақ АКСР құрылды. Жаңа автономияның астанасы ретінде Орынбор қаласы бекітілді. 1920 жылы қыркүйекте Қазақ автономиясының Орынбор губерниясы бір бөлігі қосылды. Басқа ұлт өкілдері санының көбеюіне байланысты халық құрамы елеулі өзгерістерге ұшырады. Ұлттық саясатта интернационализм ұғымы